ішкі министрлігінің пікірін оқыдық. Ол қызметкер емес деп айтты. Енді егер жекелеген тұлға болатын болса, менің ойымша екі нәрсеге назар аудару керек сияқты. Ең басты, бірінші, президент те бүгін айтып жатыр, толыққанды Украинаның күштік құрылымдарымен және қажет болатын болса, Интерпол сияқты белсенді, беделді қоғамдық тергеу органдарымен Қазақстан тарабы жұмыс істеуге әзір екенін айтты. Яғни тағы да қайталап айтамын, эмоционалды, бәлкім айтылған әңгімелер менің ойымша артықтау. Ешқандай дәлелсіз бір адамға немесе бір үлкен бір институтқа немесе мемлекетке жала жабу, ол үлкен ақылдың шаруасы емес, біріншіден. Екіншіден, енді өз басымда ойлаған, тез ашылатын қылмыс шарты. Кем деген атқан адамдар табатын. Ол заманда тез табуға болады ғой. Видеокамера бар, интернет бар, телефон бар дегендей. Енді мәселе кім екенін табу. Ал енді мен талай жылдар бойы осы каналды көріп келген адам ретінде талай азаматтардың беделіне де қатысты, мекемелерге де қатысты құжаттар шығып жатыр. Олардың да қатысы болуы мүмкін. Бүгінгі Қазақстанның ұпайын жыққысы келетін де күштер жоқ емес. Сондықтан бәрін тергеудің нәтижесін күтейік.